Сәлеметсіздер ме оқушылар, 6 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 3-4 сабақ күш атасы Қажымұқан деп аталады. Оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальды ақпаратты анықтау, етістіктің болымды, болымсыз түрлері мен салт және сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Ендеше оқушылар ой түрткі сұрақтары арқылы мына сұрақтарға орысша жауап берсеңіздер. Қазақ балуандары деген сөз тіркесін қалай түсінесің? Балуан деген атау кімдерге беріледі? Қажымұқан Мұңайтпасұлы туралы не білесіңдер? Жауаптарымызды оқушылар дыбыстық толқын арқылы WhatsApp желісіне жібереміз. Ендеше оқушылар, мына бейне жазбаға назар аударамыз. Қара күштің иесі атанған батыр бабамыз теңдессіз өнермен жер шарының 54 мемлекетін аралап, 48 медаль олжалаған екен. 20 ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде Қажымұқандай мықты тек қазақта ғана болды. Мен деген небір мықты балуандардың мысы басылып, тауы шағылды. Қажымұқанның күрес қожайындарының, төрешілердің сан мәрте әділетсіздігіне белі бүгілмет, еңсесі түспет. Алып күш иесінің тұңғыш рет әлемдік деңгейдегі көрінген шағы 1906 жыл еді. Алманиядағы дүниежүзілік сайыста әлем чемпионы атанады. Оқушылар, сіздер күш атасы Қажымұқан Мұңайтпасұлы туралы ерекше мәліметтермен таныстыңыздар. Ендеше біздің бүгінгі тілдік бағдарымыз болымды және болымсыз етістік пен салт және сабақты етістік деп аталады. Бейне жазбаға назар аударамыз. Қимыл мен іс-әрекеттің болуын, жүзеге асу реңкін білдіретін етістіктер, болымды етістіктер. Мысалы, алдым, сөйледі, айтты, қолданамын. Бер. Ал іс-әрекеттің, амалдың жүзеге аспайтындығын білдіретін етістіктер болымсыз етістіктер деп аталады. Есімдер тобында да қарсы мәнді сөздер кездеседі. Мысалы, жақсы, жақсы емес, адам, адам емес, он емес. Ал етістіктегі болымсыздық ұғымы сәл өзгеше болып келеді. Сонда оның қандай айырмасы болады? Етістіктің түбірі бұйрық райдың екінші жағындағы анайы түрі. Ол болуға тиісті болатын нақты істі білдіреді. Мысалы, іш, бар, отыр, же. Бұндай сөздерге негізгі түбірлер де жатады. Мысалы, айналдыр, мінгес, аудар, оқыт. Басқа сөз табынан жасалғандарда осы топқа жатады. Мысалы, кешік, жаңар, кеңей. Бұл сөздер түрлі қосымшалар қосылу арқылы түрленіп, іс-әрекеттің жүзеге асуын білдіріп жатады. Ал болымсыз етістік қалай туады? Осы жоғарыда айтқан үш текті етістіктерге ма, ме, ба, бе, па, пе қосымшалары жалғанып барып, болымсыз етістік жасайды. Мысалы, ішпе, жеме, аударма, ойнама. Бұл жұрнақтар тікелей етістіктің түбір тұлғасына жалғанады. Мысалы, оқымаған, айтпайсыз, келмесе. Ал күрделі етістіктерге негізгі мағыналы сөзге жұрнақ жалғанады. Мысалы, сөйлемей жүр, келмесе игі еді, айтпай қойды. Етістіктер мағынасына қарай сабақты және салт етістік болып бөлінеді. Мағынасына қарай тура нысанды, табыс септіктегі сөзді қажет етіп тұратын етістік сабақты етістік деп аталады. Сабақты етістіктер кімді, нені, кейде табыс септіктің жасырын түрі не деген сұрақтарға жауап беретін табыс септіктегі сөзбен байланысады. Мысалы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін.
Ал мағынасы жағынан тура объектіні табыс септіктегі сөзді қажет етпейтін етістіктер салт етістіктер деп аталады. Барыс, жатыс, шығыс көмектес септіктегі сөздермен тіркесе береді. Мысалы, қаладан қайт, ауылға қайт, жолдасыңмен қайт. Тілдік бағдармен таныс болсақ, ендеше оқулығымыздың 135 бетіндегі 5 тапсырмаға назар аударамыз. Етістікті түрлеріне қарай ажыратып жазасыздар. Келесі тапсырма. Сабақты етістігі бар сөз тіркестерін бір бағанға, салт етістігі бар сөз тіркестерін екінші бағанға бөліп жазыңыздар. Үшінші тапсырма. Етістіктері беріліп тұр, болымды етістік, болымсыз етістік түрлеріне ажыратып орындайсыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.